жақсы көруден басталады деген тақырып. Не дейсіз? Оқыту жақсы көруден басталады. Bir профессор социология факультетінің студенттерін Балтимор қаласының кішкентай бір ауылына жібереді. Солдағы тапсырма ол ауылда тұратын 200 ер баланың мінез-құлқын зерттеп, әрбір баланың келешегі жайлы өз тұжырымын жазу болады. Тапсырманы орындап келген студенттердің берген бағасы бірдей болады. Балалардың ешбірі келешекте адам болатын емес деген тұжырым. 25 жылдан кейін социологияның басқа бір профессоры осы зерттеу жұмысын тауып, өз студенттеріне жобаны жалғастырып, жобадағы балалар тұратын ауылға барып, балалардың қандай адам болып өскенін қарап келуін тапсырады. Студенттер ол ауылдан көшіп кеткен, не болмаса қайтыс болғаны 20 шақты баладан басқасының бәрін тауып алады. Қалған 176 баланың бәрі де керемет жетістіктерге жетіп, бірі адвокат, дәрігер, бизнесмен болғанын көреді. Профессор қатты таңғалып, 25 жыл бұрын зерттеу нәтижелерінің неліктен қате болғанын білгісі келеді. Ер жеткен балалардың бәрі әлі сол өз ауылдарында тұрғандықтан, ол жерге барып әрқайсымен жеке-жеке сөйлескісі келеді. Кішкентай кездеріндегі қиын жағдайларға қарамастан жақсы азамат болып өстіңдер, жетістіктеріңді қалай түсіндірер едіңдер деген сұрағына бәрінен де бірдей жауап алады. Ауылымыздың мектебіндегі бір мұғаліміміз бар еді. Бәрі де соның атасы. Профессор мұғалімді тауып алып, онымен де сөйлескісі келіп, үйіне дейін барады. Бетін әжім басқан құрметті ұстаздар жасөспірімдерді көшенің теріс әсерінен қалай құтқарып, олардың жақсы азамат болулары үшін қандай тәрбие бергендігін сұрайды. Көздерінен мейірім төгілген ұлағатты ұстаз күлімдеп қана оп-оңай, мен ол балалардың бәрін жүрегіммен жақсы көрдім. Жүрегіммен былай жақсы көрдім. Жүрегіммен қалай жақсы көрдім. Осыны қараңыз. Сұрақ түсінікті ма? Құрметке жету үшін мән беріледі. Құрметке жеткен адамға мән беріледі. Мән берілген адамға яғат сенім артады, сенім артқан адам достыққа айналады. Осылардың барлығына жету үшін бір нәрсе керек еді. Қандай нәрсе еді? Бүгін сол сұрақтар басқаша қойылды. Мен ол балалардың барлығын жүрегіммен шынайы жақсы. Шынайы